Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге асқабақтың пайдасымен бөлісемін. Қыс мезгілінде көпшілігіміздің үйінде табылатын асқабақты бәріміз де жақсы көреміз. Себебі асқабақ көп сақтауға өте ыңғайлы жеміс. Асқабақ адам ағзасына өте пайдалы. Калий, кальций, темір, көптеген дәрумендер кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола мың бір ауруға ем. Көру нашарлағанда қан аздық, артық салмақтан арылуға болады. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, тыныш ұйықтайсыз. Сонымен қатар жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты сақан шырыны немесе қайнатылған түрін жейді. Терідегі қышыма, күйік шалғанда үккіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сол компрессті күйген жерге 2-3 сағатқа басып қояды. Ішектегі паразиттен арылудың ең тиімді тәсілі қабығы аршылған дәнін аш қарынға жейді. Асқабақ жүрек, бүйрек ауруларына және іш өту кезінде өттің қабынуында жақсы ем болады. Асқабақтың құрамындағы Е дәрумені ерте қартаюдың алдын алады. Ол бетке әжім түсірмей, бетке шығатын дақтардың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені бел мен иықтың ауруын жеңілдетеді. Немесе салқын тиюден сақтап, иммунитетті көтереді. Әр адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Асқабақтың адамның ағзасына өте көп пайдасы бар. Видеоны соңына дейін қарап, менің төмендегі жазылып тұрған каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.